Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз WhatsApp'та біреу сообщение осындай алып жібереді де, удалить етіп тастамай ма? Удалить все деп білмейсіз ба? Всех деп удалить етіп тастаған сообщениені қалай оқимыз? Мен мына нөмірден мына екінші WhatsApp'тағы точно. Міне удалить етіліп қалды. Осы сообщениені удалить етіп тастаған сообщениені қалай оқимыз? Ол үшін настройкаға кіреміз. Настройкаде журнал уведомления дегенге кіріп галочка қойып қойсақ, біз удалить етіп тұрған сообщениені оқи алатын боламыз. Журнал уведомления кіреміз, поискке жазып тауып, журнал уведомления басып, мына жерге мына жерде мысалы баста галочка осылай тұратын болады. Осыған бүйтіп галочка қойып қойсақ, біз мысалы келген сообщениені оқи алатын боламыз. Ол үшін мына жаққа WhatsApp'қа кіріп, қазір мен мына WhatsApp'қа кіріп алло деп жазам. Екінші WhatsApp'ыма келді. Осыны мысалға мына жақтан мен удалить етіп тастаймын. Мынадан өшіріліп қалды. Осыны енді мен настройкаға кірем. Настройкаға кірген кезде жаңа настройкадан поискке жаңа журнал уведомления деп жазсаңыз, журнал уведомления кіріп, сосын журнал уведомления мына галочка қойып қойғаннан кейін, міне мысалы алло деп жаздым. Мысалы мына WhatsApp'қа келді. Бана өшіріп тастадым. Осы жерде алло деген жазулар тұрады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписать кнопкасын басуды ұмытпаңыздар.